Қайырлы таң ел, қайырлы таң құрметті біздің көрермендер. Бүгін 1 наурыз Қазақстанда алғыс айту күні тойлануда. Әрбір таңыңызды бізбен КПК Live студенттік жобасымен атқарғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Алғыс айту күні 2016 жылы Қазақстанда қабылданған болатын. Бұл жас және жаңа мерекелердің бірі. 1995 жылы 1 наурызда Қазақ халқы ассамблеясы қабылданған болатын. Сол себепті де 1 наурыз алғыс айту күні болып табылады. Более 6 миллионов человек переселились на территорию Казахстана в 1930-1940-е годы прошлого столетия. С началом освоения целины в 1950-е годы в Казахстан прибыло 10 миллионов человек. Алғыс айту күнінің дәстүрлері енді қаланып жатыр. Бірақ олар бүгінде еліміздің бір тұтас халқын қорайтын этностардың мәдениеті мен рухани құндылықтарын көрсетеді. Осы күні қазақстандықтар рахмет айтуы керек. Өздеріңіздің ата-аналарыңызға, ұстаздарыңызға, достарыңыз бен таныстарыңызға алғыс айтуды ұмытпаңыздар. Шынайы алғыс білдіріңіздер. Өз кезегінде КПК Live шығармашылық ұжымы шығарымды тамашалағаныңыз үшін алғысын білдіреді. Бүгінгі таңды бізбен атқарғаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше.